Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен балды торт, медовик жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, нәзік, жұмсақ, тәтті болып шығады. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттердің барлығын мен астына жазып қалдырамын. 2 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сармайымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сармай бізде міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. 2 ас қасық балымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді қайнап тұрған ыстық судың үстіне жаңағы дайындап жатқан қамырымызды салып, жақсылап ысығанша араластырып тұрамыз. Қолымызды салып тексеріп көреміз, бізде қолы күймейтіндей болу керек. Енді 1 ас қасық содаға кішкене уксус қосып, жақсылап араластырамыз. Бұнда шамамен 400-450 граммдай қосамыз. Көз мөлшерінде қосу керек. 2 немесе 3 бөлікке бөліп, аз-аздан қосу керек. Қамырымыз осылай жұмсақ, қаймақ секілді болу қажет. Енді осы қамырымызды 2 немесе 3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне тоңазытқыштан алдым. Осылай қатты, қолға жабыспайтын болу керек. Енді осы қамырымызды 8 немесе 9 бөлікке бөліп аламыз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Осы қамырымызды енді пергамент қағазына жұқа етіп жайып шығамыз. Әрі қайсысын жеке-жеке жайып шығу керек. Духовкаға саларда осылай бетін вилкамен тесіп шығу керек, ісіп кетпеу үшін. Пісіп шыққан қамырымызды ыстық кезінде осылай формамен кесіп алу қажет. Ыстық кезінде кессеңіз жақсы кесіледі. Менде 500 грамм қаймақ пен 100 грамм қант ұнтағын қосып, крем жасаймын.
Келесіде енді біз тортымызды жинаймыз. Осылай араларына 2 немесе 3 қасықтан салып, кремімізді жағып, тортымызды жинаймыз. Тортты өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осы классикалық түрмен сәндеп шықтым. Дайын болған тортымызды тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз.